жаңбыр жауып тұр. Қуды, мен қаштым жолменен. Олар қуып атып, бірінен кейін бірі қуып, үсті бастарын бәрі лай болды. Кейін УАЗикпен қуып жетіп ұстап алды. Сөйтіп апарып қамап қойды мені. Мен айттым, сендер неге қамадыңдар? Неге қудыңдар? Сен неге қашасың? Сенен құтылайын деп қашты мен дедім. Сен ұста дедің ғой деді міне. Кейін айтты, мен дедім, сол жерде қара дедім. Менің машинем бар дедім. Мен де обедке сол нанға бола осы магазин келіп, мен нанпан алып барып едім. Ойға түнде ауқат тауып жатқан жер жоқ. Мен барғаннан кейін сол машинем тұр дедім. Керек болса мен қазір дедім, толқын ГАИ бар дедім, облыстный ГАИ дедім, осы сендердің районында дедім. Соған айтам болмаса дедім. Сендер мен өкіметтің жұмысынан қалдырасыңдар. Мен уақытында апарып беруім керек. Болмаса мен кешіксем, мен жолда ұстап мені қамап қояды. Мен машиненің жауабын беруім керек. Уақытында жеткізем деп сағатына жаздырып алғам мен дедім. Сөйтіп барып келіп көрді де машинемді көріп, одан кейін ойбайлап кетті. Ой анаңны ойбайлап, немеге қылдың ұмылды деп үстім ба. Содан машинеме мінгізіп жіберді. Мінгізгеннен кейін Ташкентке барып, шай-пайым ішіп жатып, сөйтіп Алланың құдіретіменен әйтеуір сол жұмыс істеп жүрдім.